Банан әлемдегі ең көп таралған дақылдардың бірі. Өндіріс көлемі бойынша оны тек бидай, күріш және жүгері басып озады. Тропикалық жемістердің әлемді экватордан солтүстік ендіктерге дейін қалай жаулап алғанын білейік. Банандар Малай архипелагының аралдарынан шыққан. Олар біздің дәуірімізге дейін белгілі болған. Сол жерден саяхатшылар мен зерттеушілер бұл жемістерді Үндістанға, Қытайға және Шри-Ланкаға әкелді. Ал еуропалықтар Александр Македонскийдің үнділік жорығының арқасында банандарды сынап көрді. Сондай-ақ Үндістаннан бұл жемістер Африка мен Америкаға әкелінді. Дүниежүзілік азық-түлік ұйымының мәліметі бойынша, бананның әлемдік өндірісі жылына шамамен 130 миллион тоннаны құрайды. Ең ірі өндіруші Үндістан. Оның үлесі шамамен 31,5 миллион тоннаны құрайды. Екінші орында Қытай. Жылына 11-12 миллион тонна. Үшіншісінде Индонезия. 8 миллион тоннадан сәл астам. Алайда, бұл елдерде өсірілгендердің барлығы дерлік ішкі нарықта тұтынылады. Банан саудасы бойынша көшбасшылықты Латын Америкасы елдері ұстайды. Эквадор, Коста-Рика, Колумбия және Гватемала. Кейбір тропикалық елдер үшін банан экспорты мемлекеттің негізгі табыс көзі болып табылады. Бананның пайдасы. Банандарда кездесетін калий ағзадағы су балансын реттейді, ісінуді азайтады және магниймен бірге жүрек пен жүйке жүйесін қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, банан целлюлозасы кальцийге, темірге, фторға және басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Банандарда В1, В2, В6, В3, С дәрумендері бар. Олар жүйке жүйесіне оң әсер етеді, иммунитетті нығайтады, жаман холестерин деңгейін төмендетеді, гормондардың синтезіне және метаболизмге қатысады. Банандар көңіл күйді жақсартады және стресстің алдын алуға көмектеседі. Банандар мен плантандар. Тропикалық елдерде плантан. Бұл көкөніс банандары. Олар көбірек танымал. Оларды қолданыларында пісіру керек. Жергілікті тұрғындар оларды қабығынан тазартпай, дәмдеуіштермен қайнатады. Пісіреді, зәйтүн майына қуырады, пюре мен тұздықтар жасайды. Қантсыз банандар көптеген ұлттық тағамдарды дайындаудың негізгі ингредиенті болып табылады. Полинезияда көкөніс банандары мен нан ағашы жемістерінен жасалған масси консервілері танымал. Латын Америкасында оларға майға қуырылған қантсыз банан чипстерін жасайды. Олар мадурус деп аталады. Венесуэлада плантан қуырылған банан тілімдерімен жұмсақ ірімшік пен йо-йо канапесі жасалады. Үндістанның бірнеше штатында банан өсімдігінің гүлдерін де жейді. Шикі тағамдар ретінде тұтынылады, тұздықтарға батырылады, ал қайнатылған гүлдер карриге қосылады. Банандарды импорттайтын елдерде көбінесе табиғи түрде тұтынылатын десерт жемістері танымал. Тәтті банандар сонымен қатар пюре, смузи, коктейль жасауға қолданылады, немесе пісіріліп тағамдарға қосылады. Банан туралы видеомыз ұнаса, бізге лайк қосып жазылыңыздар.